Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бұл көше қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының есімімен аталады. Ертеректе тараншы космонавтар деп аталған көшеге 1993 жылы Алматы қаласы әкімінің шешімімен ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілді. Алмалы, Әуезов, Бостандық аудандарын қиып өтетін көшенің ұзындығы 4500 метрдей болады. Мақатаев пен Шевченко көшелері аралығында 4-ші және 6-ші бағыттағы трамвай жүреді. Мынау технолог мамандар дайындайтын Алматы технологиялық университеті. Мемлекеттік жоғарғы оқу орны 1957 жылы Мәскеудегі бүкілодақтық тамақ өнеркәсібі институты негізінде оқу консультациялық пункт болып ашылған. 1961 жылы сол оқу орнының Алматы бөлімшесі ашылып, ал 1966 жылы Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технология институтының қарамағына берілді. 1996 жылы Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің қаулысымен Алматы технологиялық институты болып қайта құрылды. Институттың 5 факультетіндегі 23 кафедрада 23 ғылым докторы дәріс береді. Күндізгі және сырттай оқытатын бөлімдерде 4000-ға жуық студент оқиды. Институттың 3 оқу ғимараты, жатақханалары, кітапханасы мен шағын диірмені, наубайхана, тігін цехы, қосалқы шаруашылығы бар. 1999 жылы Қазақстан үкіметінің тамыз айындағы қаулысымен Алматы технологиялық университеті болып аты өзгертілді. Байтұрсынұлы мен Жамбыл көшелерінің қиылысындағы мына шағын саябақ қала тұрғындары мен қонақтардың демалатын орындарының бірі. Жазда жап-жасыл болып жайнап тұратын бақ күз маусымына орай күрең тартқан. Ахмет Байтұрсынұлы 1937 жылы репрессияға ұшырап тұтқындалған кезде Алматыдағы үйінен әкетілген. Деректерге қарағанда ол мына нөмірі 60-шы үй екен. Қазір бұл жерде Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығы мен өмірінен мағлұмат берер мұражай орналасқан. Қайта қалпына келтірілген ғимарат 20 ғасырдың басындағы сәулет ескерткіш ретінде мемлекет қарауына алынған. Ғимарат 1,5 қабатты және 4 бөлмеден тұрады. Жер төлесі бар. 3 бөлмесінде көрме залы болса, 1 бөлмеде ахметтану дәрісханасы орналасқан. Мұражай қорында 500-дей ресми деректі құжаттар, 300-ге жуық мемлекеттік мұрағаттан алынған түпнұсқа құжаттар, 12 жеке суреті, 27 ұжымдық деректі суреттер бар. Ол 1928 жылы Ахмет Байтұрсынұлы алғаш осы қазақ жерінде ашылған қара шаңырақта профессорлық лауазымдықпен жұмыс атқара бастаған кезде өз қолымен толтырған өмір дерегі ақпарат және мәдениет министрлігінің қолдауымен Байтұрсынұлы және алаш зиялыларының жалпы жинақтары көп томдық жинақ ретінде қайта шығарылу қолға алынған екен. Соның нәтижесінде осы алды томдықты толықтай дайындап болдық. 3 томы қолымызға тиді, 3 томы баспада жатыр. Былтыр ғалымның 140 жылдығы мерейтойы құрметіне осы Байтұрсынұлы мұражайының жұмыстарын шығармашылығын насихаттағанымыз үшін Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орденмен марапатталды. Қазақтың спорт және туризм академиясы дене тәрбиесі мен спорт саласы бойынша еліміздегі ең үлкен жоғарғы оқу орны. Қазақ дене тәрбиесі институты халық комиссарлар кеңесінің 1944 жылғы қараша айындағы қаулысымен ашылған болатын. Ал 1988 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен оқу орнының атауы Қазақ спорт және туризм академиясы болып өзгертілді. Абай мен Байтұрсынұлы көшелерінің қиылысындағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы 1967 жылы сәулетші Катцевтің жобасымен жүзеге асырылған болатын. Ол кезде нысан Октябрьдің 50 жылдық атындағы спорт сарайы деп аталған. Кейін 1992 жылы әнші композитор Балуан Шолақтың есімі берілді. Қаныш Сәтпаев атындағы ұлттық техникалық университеті Қазақстанның алдыңғы қатарлы техникалық білім беретін жоғарғы оқу орны. Кеңес одағы кезінде Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты деп аталған. 1994 жылы Қазақ ұлттық техникалық университеті болып қайта құрылып, 99 жылы академик Қаныш Сәтпаевтың 100 жылдығына орай ғалымның есімі берілді. Ахмет Байтұрсынұлы көшесі Тимирязев көшесімен қиылысқан жерде аяқталады. Мұнда Алматы қалалық жол патрульдік полиция басқармасы орналасқан.
Қала жолдарындағы тәртіп пен қауіпсіздік шаралары осы сақшылардың бақылауында. Біз де өздеріңізбен осы жерден қоштасамыз. Көріскенше күн жақсы.